Өз-өзіне қол жұмсау, суицид мәселесі азын-аулақ халқы бар Қазақстанда әлем бойынша көш бастап тұр. Суицид мәселесі оның ішінде әлем бойынша алғашқы ондыққа кіріп тұрған Қазақстан, бұл балалар мен жасөспірімдер арасында өзін-өзіне қол жұмсау статистикасы. Жаман айтпай жақсы жоқ, достар. Бұл мәселені көтеруімнің себебі азын-аулақ халқымыз бар қазақстандықтар, оның ішінде өз ұлтымыз не себептен суицидқа жиі барады? Бұл жасөспірімдерге не жетпейді? Неге өлімге өз-өздерін итермелейді? Мен бұл мәселені көтеруім, әлеуметтанушымын, суицид мәселесін студенттермен жиі қарастырамын. Бұны қалың халықтың арасында қарастыруды жөн көріп отырмын. Себебі жақында ғана 200 бала потокпен жұмыс жасадық суицид мәселесінде. Сол болған жағдайда айта кеткім келіп отыр. Мен Жанар Сапарғалиқызы, әлеуметтанушы. Сіздердің алдарыңызда бүгінгі мәселе неге біздің еліміз суицид тақырыбында көш бастап тұр. Бұл өте ауыр тақырып, бірақ бұны біз айналып өтпеуіміз керек, себебі жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Біз әлемде бәленбай 100 адам мемлекет болғанның өзінде де біздің халқымыз сол ондықтың қатарында құрап тұр. Яғни жасөспірімдер, жас балалар, жасөспірімдер арасында көш бастап тұрмыз. Не себептен? Сол себебін ойлап, мысалы, бізде тақырып болды, Дюргеймнің «Самоубийство» деген еңбегін оқу, соны талқылау болды, я. Сосын енді мен құрғақ лекциядан гөрі балалардың өз ойын білгім келді. Жаңа ғана ентіні басынан өткеріп келген, ата-анасының жанында болып келген жап-жас балаларға өрімдей, жасөспірімдік жастан енді шыққан балаларда, мысалы, сол балаларға айтам, балалар, қалай ойлайсыздар, суицид мәселесі біздің арамызда, оның ішінде балалардың арасында неге көп деп өз ойларында. Талай жүздеген бала, мыңдаған бала алдымыздан өтеді, я. Сол кезде маған ең қызығы сол балалардың өз ойы болды. Біз өтірік статистика жазуымыз мүмкін, мүлдем, я, бір жағдайды ойлап, я, бір жасандылы сандарды көрсетуіміз мүмкін. Бірақ та бұл жерде ең бірінші сол балалардың жүректен шыққан ойы, пікірі өте маңызды. Негізі біз жаттанды схеманы, жаттанды сабақ өтуден негізі алыспыз. Әрбір баланы жеке ойына үңіліп, әрбір баланы сөйлете білу, бұл біздің сабағымыз үшін өте маңызды. Өйткені қалыс қалып, шетте қалып қоймау керек бала деген. Сол себептен шыны керек сол күні менің прям көзімнен жас келіп, ішім алай-дүлей болып қайтты. Көп бала шындықты айтты. Суицидтің бір мәселесі дейді, мұғалім оқытушымыз ғой, суицидтің бір мәселесі бұл енті дейді. Бізде енті мәселесінде өте қыспаққа алынамыз дейді. Оқытушылар тарапынан болсын, ата-аналар тарапынан болсын, бізге бал қажет, оқу қажет, біздің оқуымыздың қымбаттығы қаншалықты, мектептің атына кіргелмеу үшін осындай бір дүниелердің барлығы соңғы жылдары біз үлкен қыспақта жүреміз. Сол үмітін ақтамай, ата-анамыздың қалтасына отбасылық бюджетқа ортақтасамыз ба деген бір кінәлі сезім тұрады, мойнымызға үлкен бір жүк артылады дейді. Сол дүниенің кезінде талайымыз сол үмітін ақтамай қалсақ, өліп кеткенім артық деген ойлар келді деп сөйдейді. Осындай жағдайға жеткізіп отқан біз кімбіз сонда? Ата-ана жауыз ба, мектеп жауыз ба, мемлекет жауыз ба? Жоқ, әрине, бізде неліктен осындай ауа райы қалыптасқан, я? Сонда шынымен де жаңағы балалардың жан айқайы. Сол себептен құрметті ата-аналар, ентінің уақыты енді келе жатыр. Құрметті мұғалімдер, мен түсінем, барлығы жүйелі түрде жүру керек, я. Бірақ та үлкен алып қыспақ осы уақытта түседі екен, да. Мысалы, менің өзімнің жаңа өз балаларымнан түлектерім ұшқалы отыр, я. Мысалы, мен ешқашанда мен өзімді мақтамай-ақ қойыншы, бұл жерде бұл дұрыс болмайды. Бірақ та мендегі позиция баланың құндылығын ұпаймен, бағамен, бір белгілі бір жетістіктеріменен
бағаламайықшы деген ой. Шынымен де біз бағалап, балалардың құндылығын, біз үшін, ата-ана үшін құндылығы белгілі бір сандармен, ұпайлармен, бір елдің алдында көзбояушылықтармен, жасандылықтарменен өлшенбесе екен деймін. Бізде сондай көзбояушылық, құрметті достар, өте көп. Біреуге жалған жақсы көріну үшін, баласымен мақтану үшін, жетістігіменен масайрау үшін жасалынатын дүниелер өте көп. Содан кейін жаңағыны сол ентін айтады да. Одан кейін екінші дейді, бұл мектептегі буллинг дейді. Өзіміздің қатарластарымыздан келген қыспақтар, мазақтау, келемеждеу, намысына тию деген сияқты дүниелердің барлығы осы студенттердің айтқан екінші бір себебі. Бізде келемеж ортамыздың дейді, қоғамның бізге келемеждеп қолдамауы, өзімізді сырттату, бізді бөлексіндіру, жалғыздық сезімі деген өршіп тұр екен. Іштерінде соны айтуым мұң екен. Көбісі көз жасқа дейін жеттік жаңағы жерде. Бұл жерде бір мәселе баланы жылату емес, ішкі ой. Бұл қоғамдағы әбден туып, пісіп, жетіліп, уже жарылып, қоғамда жарылып тұрған мәселе. Бұл үлкен проблема. Бұл ұлттың проблемасы. Сол себептен де бұны бейжай қарауымызға болмайды, құрметті достар. Әрбіреуіміз ата-анамыз, болашақ ата-анамыз, немере шөберелер өсіріп отқан адамдармыз. Сол себептен де бұл мәселеге бір, қалай айтсам екен, мен сондай бір эмоциямен отырмын. Өйткені балалармен сөйлесіп, олардың көздерінен сол мұңды, жүрегінен шыққан сөзді естіген кезде ана ретінде әрине қобалжисың. Содан кейінгі бірнеше студенттің айтқан ойы, ата-анаменен бізде үлкен алшақтық бар дейді. Үлкен алшақтық дейді. Түсіндіргендері үлкен арамызда қара құз бар деп сөйледі. Арамызда қара құз бар. Бір-бірімізді естімейміз, мені ата-анам естімейді дейді. Мені ата-анам естімейді, мені көрмейді. Менде жалғыздық сезімі бар деп жаңағы бала өзінің бір іштей өксік сезімін білдірді да. Бұл мәселе енді сонда шынымен де айтады да, бізде ата-ана мен баланың арасындағы қаншалықты бізде дұрыс қарым-қатынас қалыптастырып жатырмыз. Шектеу көп па, не себептен бізде, мүмкін жауапсыз. Бізде көп кезде ата-анамыз біздің сұрағымызға, менің қалауыма жауапсыз қалдырған кездері өте көп дейді. Жауапсыз қалған сезім іште өксік сезімді қалыптастырады екен да. Көбінесе анау ұят, мынау ұят деп жатамыз ғой. Әрине, ұят деген үш әріптің артында үлкен тәрбиенің барын білемін. Бірақ кейде орынсыз бір дүниелер болады. Баланың айтқысы келген дүниесіне ұятпен қайтарып салып, ол баланың ішінің өзегіне түсіп кеткен кезде сондай жағдайға баратынын студенттерім ашық айтып отыр. Сол себептен де балалардың жан айқайын ести білуіміз керек. Сол жан айқайға жеткізбеуіміз керек. Сол себептен менің бұл жерде сіздердің алдарыңызға шығуым сол жаңағы негізі қоғамда жарылып, жайылып кеткен үлкен проблема. Естеріңізге, өздеріңіз ізденіп жеке қарап көріңіздерші. Суицид мәселесі, статистикамыз қаншалықты бізде алдыңғы қатардамыз. Біз байлығымызбен алдыңғы қатарда емеспіз. Біз білімімізбен алдыңғы қатарда шабуымыз керек та. Біздің еліміз, ұлтымыз, біздің балаларымыз, болашақ ұрпақтарымыз. Бұл жердегі ең қорқынышты, жүректі жылататын статистика, біз суицидпен алдыңғы әлем бойынша 10-дық қатарға еніп отырмыз. Сол себептен де бұл мәселенің шынжырын, қара шынжырын қалай біз үземіз, ата-ана ретінде, сол қоғамның мүшесі ретінде. Сол себептен балаға жақын болайық, ата-аналар. Бұл жерде менен үлкен кішілеріңіз отыр, мен ешкімге ақыл айта алмаймын. Бірақ та алдымда өткен мыңдаған студенттердің ойы бойынша бізде өте шектеу, шекара, ата-ана мен жылулық қарым-қатынас өте азайып бара жатыр.
құндылықтың барлығы баланы бағалауымыз біздің сол сандарға сайып келіп отыр. Бағаны бағалауымыз ұпаймен болмасыншы. Баланы бағалауымыз біздің оның жасаған жақсылығы, қалай айтсам екен сіздерге, олардың жеткен жетістіктерімен, мойын қасқан медальдарымен емес, баланы жанымызға жақын жылулықпен тарта білейікші деген бір ой. Сол себептен көп эмоциямен айтып жатырмын. Өйткені шынымен де әрбір баланы жүрекпен тыңдай білу. Мысалы, мен сіздерге айтайын, мен студенттерді өмірі белгілемейді екенмін. Сабақта белгілеп, сен келдің, сен қойдың. Оларды студент бұжы әбден болып толып қойған тұлға. Оларды босағаға тұрғызып қойып зекитін мұғалімдер өте көп. Елдің алдында намысын түсірмеу керек, рухын түсірмеу керек. Кешікті ма? Мендегі позиция, кешікті ма, ол өз ақшасына кешігіп жатыр. Өзінің жауапкершілігі. Бұл білім өзіне керек. Тура сол жауапкершілікті әдемілеп бір-ақ рет бірінші сабақта бір рет жүктеп берсеңіздер болады. Оны ұрсу, зеку, қорқыту, бағамен қорқыту емес. Тек қана сондай анандай бір-біріне сенімді, жайлы қарым-қатынас жасаса, балалар сабақтан қалмайды екен. Бір кереметін айтайыншы, балалар сабақтан қалмайды, олар сондай ынтамен, қызығушылықпен келеді. Өйткені оларды белгілемеймін, сабақта ешқандай бағамен қорқытпаймын. Олар кәдімгідей әрбір сабақ бізде қып-қызыл жаңағындай ой, пікір, саралау, зерделеу, өздерінің ойларын айту, вот сондай бір қызықты орта комьюнити қалыптастыра білсек, біз сонда ғана кәдімгі білімді, жүрегі күпті емес, именно жүрегі қайсар балаларды біз өсіріп шығарамыз. Сол себептен құрметті достар, құрметті ата-аналар, ата-әжелер, балаларымызға қаншалықты жылулық беріп жатырмыз, қаншалықты уақыт бөліп жатырмыз. Олар өзінің мен жалғызбын, мен кінәлімін деген сезімді болдырмау үшін бар мүмкіндігімізді салсақ деймін. Ұрпағымыз көбейе берсін, ұрпағымыз елге қызмет жасай берсін, ғұмырлары ұзақ болсын, ата-анаменен отбасында үлкен әдемі жылу қарым-қатынас болсын. Бар айтпағым осы еді. Сау болыңыздар.